Ертеде гүл жайнаған Тара шаһарында әділ әрі батыр Қарахан есімді билеуші өмір сүріпті. Ол өз елін сүйіп халқы үшін аянбай тер төккен екен. Бірақ бір күні оның жүрегін өзгеше сезім билейді. Қарахан жүрегін тербеген ару Айша бибі еді. Ол Бабаджа хатунның тәрбиесінде өскен дана, сымбаты, ибалы қыз болатын. Олардың жүрегі алғаш көргеннен ақ табысады. Айша бибі сүйгеніне жету үшін ұзақ жолға шығады. Аса өзенінің жағасына тоқтап, шомылып алуды ұйғарады. Сүйіктісіне асыққан аруды өзен жағасында бас киіміне жасырынған жылан шағып өлтіреді. Қайғыдан қан жұтқан Қарахан Айшаның рухына арнап кесене тұрғызады. Уақыт өте келе Қарахан өмірден өтіп, шаһарда оның кесенесі бой көтереді. Осылайша қос ғашықтың махаббаты Тараз топырағында мәңгіге сақталып қалды. Айша бибі кесенесі 11 ғасыр сәулет өнерінің жауһары. Кесене күйдірілген сары, қызыл, қоңыр кірпіштен өрілген. Әр кірпіштегі ою-өрнектің қайталанбас бедері бар. Қарахан кесенесі қарапайымдылығы мен асқақтығы үндескен тарихи нысан. Айша мен Қарахан махаббаттың символы. Уақыт өтсе де, олардың жүрегінің Тараздың желі мен жұлдыздары әлі де сыбырлап тұрады. Егер шынайы махаббат пен тарихи мұраның тынысын сезінгіңіз келсе, Айша бибі мен Қарахан кесенелерін өз көзіңізбен көру үшін Таразға келіңіз. Бұл мекен жүрек сырының үндестігін сезіндіретін киелі өңір. Көне шаһар сізді құшақ жая қарсы алады.